Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз булочка пісіреміз. Ол үшін бізге ұн қажет, ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдық. Енді тұз бен дрожж саламыз. Төрт жүр жұмыртқа саламыз. Бір кесе шемішкі май құямыз. Жарты кесе қант саламыз. Жылы сүтке келеміз. Бірыңғай сүтке елеуге де болады, бірыңғай суға елеуге де болады. Мен сүт пен суды араластырамын. Енді қалған жеріне су құйып, елеп алам. Осымен біздің қамырымыз әп-әдемі болып қанып еленді. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 1 сағатқа қоямыз. Бір сағаттан соң қамырымыз ашиды. Жылы сумен қайырамыз. Енді бетін жауып, тағы да жылы жерге қоямыз 1 сағатқа. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді табамызды майлап алып, булочкаларымызды саламыз. Менің каналымда пайдалы ақпараттар жеткізіледі. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоны бірінші болып көресіздер. Әдемлеп салып алдық. Енді қызып тұрған духовкаға, растойкаға қоямыз. Мінекей біздің булочкаларымыз әдем болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаны жағып,
Жұмыртқаны әдемілеп жағып алдық. Енді бетіне мак себеміз. Кунжут себуге де болады.